Бұл 6-шы сынып оқушысы Жарылғасимов Санжардың орындауындағы ерекше балаларға арналған, оның ішінде көру кемістігі бар балаларға арналған оқу құралы. Мысалы, бірінші бетті ашқанда бұл жерде тағы да геометриялық фигуралар берілген. Оқушы ұстау арқылы, саусағымен сезу арқылы геометриялық фигуралар жатады. Дөңгелек, төртбұрышты, үшбұрышты. Соның ішінде орналасқан қандай фигура орналасқан? Ұстау арқылы бұның қарындаш екенін анықтай алады. Келесі бетіне назар аударсаңыздар, бұл жерде бізде зымыран бейнеленген. Бала ұстайды, зымыранның осындай пішінде болатынын анықтап біледі, және осы жерде неше жұлдызша орналасқан, соны ұстай отырып, саусақтарымен санап, санын атайды. Және фигураларды ұстай отырып, бұл жерде бұлт бар, ай бар, осының бәрін ұстау арқылы бала ажыратып үйренеді. Келесі бетіндегі гараж деген бұл аталады. Бұл жерде енді гараж деп жазылып тұрғанда жаңағы Г, А әріптерін ұстау арқылы бала бұл сөзді оқиды. Одан кейін бұның ішінде не бар? Ең алдымен бұл жерде бұл тұрмыста керек заттар, оның ішінде кілт, балта және түрлі бұрандалар орналасқан. Осыларды мына жерде орналасқан, осыларды алу арқылы бұл тұрмыста керек заттар қалай бейнеленетінін біледі және өзі анықтап үйренеді. Келесі бетте бізде бұл енді нан таситын көлік бейнеленген. Бала осыны ұстау арқылы көлік екенін ажыратады. Ол неменеге арналғанын және белгіленген әріптерді ұстау арқылы бұл нан таситын көлік екенін ажыратады. Бұл жерде күн бейнеленген, күннің неше сәулесі бар, соны ұстау арқылы санап ажыратады. Келесі бетінде бұл енді сандарды білу үшін, мысалы 2 сан бейнеленген, 2 сан ұстайды, қалай жазылатынын анықтайды, және бұл жерде неше шие орналасқан, 2 шие орналасқан. Келесі бетінде 1 деген сан, яғни бір ғана гүл бар. Осыны біледі, сезеді және айыра алатын деңгейге жетеді.